катыгез қыз. Сәл нәрсеге бала мысықтың құйрығын кесіп алғаны несі? Мысыққа обал болды ғой. Ал енді мақта қыздың орнында болсаң, не істер едің? Жылама, мысығым. Ол ертегі ғой. Ертегіде ондай бола береді. Мысықтың өзі де кінәлі. Ол мақта қызды тыңдамай, сүтін төгіп тастаған жоқ па? Бәрібір бұл қатыгездік. Оны басқаша жолмен жазалау керек еді. Мысалы, тамақ бермей дегендей. Бұл да дұрыс шешім дей алмаймын. Аштан аш бұралып жатқан мысықты елестетіп көрші. Сен маған жарты күн тамақ бермесең, мен саған қатты өкпелер едім. Міне, көрдің ғой, мен одан да мына жүзіктің көмегімен сол ертегіге барып, мақта қызбен сөйлесейін. Мүмкін мысықтың құйрығын кеспейтін де шығар. Ал сен мені осында күт. Өтінемін, мені де ала кетші. Жоқ, неге екенін айтайын ба? Өйткені сенде құйрығыңнан айырылып қалуың мүмкін. Кім біледі? Байқаусызда сүтін төгіп алса? Мен бармай-ақ қояйын. Ол қыз мені өз ертегісіндегі мысықпен шатастырып алып жүрер. Ал онда мен кеттім. Сәлем, мысық. Сәлем, сары қыз. Сен мұнда қайдан тап болдың? Мен өзге заманнан келдім. Менің саған айтар әңгімем бар еді. Айта бер, сары қыз. Құлағым сенде не айтпақсың? Күнде қыздырынып маужырап рақаттанып жатқанда бір жерге жұмсамашы әйтеуір. Сен өзің жалқау мысық екенсің. Жата бергенше мақта қызға көмектеспейсің бе? Жылы жерде пырылдап жатып ұйықтау қанымызға сіңіп кеткен әдет. Ал тышқан аулау деген міндетің ше? Оны да атқармайсың ба? Ол біз үшін міндет емес. Мақта қыз мені сүтке тойдырып қояды. Тышқан қуып жүрсем, сол салпақтап. Сен өзі қырсық мысық екенсің. Әттең, мен сенің егең болсам, тәртіпке салып қояр едім. Не істейсің сонда? Құйрығымды кесіп аласың ба? Қап, мынаны-ай. Жарайды, сені дәл қазір мақта қыз шақырады. Мысығым, келе ғой. Әне, шақырып жатыр, бар тезірек. Дегенде жетіп барсам, қадірін қашады. Шақыра түссін. Мына күннің қызуын-ай. Барсаңшы енді. Қазір ашуланады да тауып алған мейізін өзі жеп қояды. Мейіз? Жоқ, ол менсіз жемейді. Бәстесесің бе? Мысық. Міне, екінші рет шақырды. Үшінші рет шақырғанда жетіп барамын. Бар тезірек, үшінші рет шақырмауы мүмкін. Және абайла, құмырадағы сүтті төгіп алма. Неге төгеді екенмін? Мені мақта қыз өте жақсы көреді. Біз доспыз, түсінесің бе? Ал достар кешірімшіл болады. Кешірімшіліктің де шегі бар. Барсаңшы енді. Жарайды. Қоймадың ғой. Бар да бар деп. Қазір өз көзіңмен көресің. Сен терезеден қарап тұр. Мен келдім. Неге шақырдың? Сен өзі қайда жүрсің? Жаңа ғана сені 2 рет шақырдым ғой. Мен үй сыпырып жүріп,
тауып алған едім. Соны бөлісіп жейін десем, Мес. Мяу, кәне, бөлісіп жейік. Берсеңші енді. Сен келмеген соң, мен оны жеп қойдым. Қалайша, біз дос емеспіз бе? Ал мен бәстесіп жүрсем. Мяу. Бәстесіп? Кіммен? Айтпаймын. Мяу. Сәл күтсең келер едім ғой. Менді бір ойнап жүр дейсің бе? Күні бойы тышқан аулап, салпақтап. Ол енді сенің міндетің ғой. Бірақ осы кезге дейін бір тышқан ұстағаныңды көрмедім. Міне, сенбейсің маған, досыңа. Мен де тышқанды сақтап қоя алмаймын ғой. Ол бәле қашып кетеді ғой. Зып беріп, сондықтан ұстай салысымен жеп қоямын. Маған бір түйір мейізді қимадың. Кешірші, мысығым. Мяу, кешірмеймін. Неге кешіреді екенмін? Кешірімшілдіктің де шегі бар. Ой, сүт төгіліп қалды. Мяу, бірақ төккен мен емес. Қалайша, сен емес. Мен емес, құйрығым. Иә, сүтті құйрығым төкті. Құйрық сенікі емес пе? Иә, менікі. Мяу, дәл қазір осы бір нәрсе маған керек пе деп те ойланып қоямын. Қу мысық. Олай болса, мен сені емес, құйрығыңды жазалаймын. Өте дұрыс шешім. Мұны жазаламаса болмайды. Мәссаған. Мяу! Енді төгесің бе сүтті? Доғар енді, ашуыма әбден тидің. Қазір мен сенің құйрығыңды кесіп аламын да, маған сүт әкеліп берген кезде ғана қайтарамын. Ұқтың ба? Мяу! Кесіп алғаны қалай? Менің құйрығымды ма? Сен жаңа ғана өзің айтқан жоқсың ба? Мұны жазаламаса болмайды деп. Мяу! Жаздым, жаңылдым, кешірім өтінем. Сүтті сиырдан сұрап әпере салам. Жарайды, бірақ судың да сұрауы бар деген. Сиыр саған сүтін бере салады деп ойламаймын. Ал сен өтірік айтқанды қоймасаң, үйден қуып жіберемін. Содан соң жабайы мысық боп жүресің. Мяу! Жабайы мысығы құрысын, тай көрме. Мен қалайда сиырдан сүт сұрап аламын. Рұқсат етсең, қазір-ақ барып алып келемін. Мяу! Бара ғой, мысығым, мен әлі үй жинап болған жоқпын. Сәлем, мақта қыз. Сәлем, сары қыз. Сен қай ертегіден адасып келдің? Жоқ, айтпа, өзім табамын. Аю мен Маша, дұрыс па? Жоқ, таппадым. Олай болса, аққу қаздар ертегісіндегі інісін мыстан алып кеткен қызсың. Жоқ, мақта қыз, мен басқа заманнан келдім. Қонақпын, есімім Оля. Танысқаныма қуаныштымын. Менің ертегіме қош келдің. Айта бер, Оля. Ертегі бойынша сен өз мысығыңа ашуланып, құйрығын кесіп аласың. Біз сені қатыгез қыз деп ойладық. Ал қазір қарап отырсам, тіпті де олай емес. Сен нағыз мейірімді, кешірімшіл қыз екенсің. Ой, енді ертегі болған соң ондай бола береді ғой. Мен тек мысықты қорқытқаным болмаса, соңғы кезде ол тіпті тыңдамай кетті. Түсінікті, өзі ішіп жүрген сүттің қандай еңбекпен келетінін білсін дегенің ғой. Дәл солай, еңбек етсең, емерсің. Солай емес пе, балалар? Теледидар төрінде, ертегілер елінде, балаларым сендерде, ертегі айтып беріңдер.